Қашан қазақ аттандым мен азандап, әлі күнге дейін білмейсің, ей адамзат, есіміме береді бала жасын, құлпытасты шоқыған кей азамат. Енді бұл құлпытас мәселесіне көшетін болсақ, бұл салада ең алғашқы еңбектердің бірі бұл Қазақстан эпиграфикасы. Эпиграфика жалпы айтқанда бұл тіл білімі, шығыстану, тарих және этнология, археология салаларын зерттеу нысаны. Қазақстан эпиграфикасы осы Алматымыздан, Алматы қаласында 1971 жылы Ғайнетдин Мұсабаев, Айдарбек Махмудов және Қобайдолла Айдаровтың тарапынан жарық көрген ең алғашқы эпиграфикаға арналған еңбектердің бірі. Өзі көлемі жағынан кішігірім болса да, өте іргелі еңбек деп танимыз. Кейінгі жылдары бұл салада өте қыруар еңбек қылып жүрген зерттеушілердің бірі тарих ғылымдарының докторы, профессор Серік Ескендірұлы Әжғалиев ағамызды атап кеткен жөн болады деп ойлаймын. Ол кісінің бұл саладағы жазған іргелі еңбегі бұл архитектура кочевников, яғни көшпелілер архитектурасы, Еуразия тарихы мен мәдениетінің феномені деген шамамен 600-700 беттен асатын іргелі еңбегі. Бұл салада Серік Ескендірұлы Әжғали ағамыз мына типологиядан бастап, сол бұрыннан келе жатқан ғылыми білімді ары қарай жалғастырып, соны кеңінен зерттей түсуде. Және бұл салада бұдан бөлек Арал-Каспий маңының тарихы мен мәдениеті деген кітаптар жарық көрген, Маңғыстау мен Үстірт ескерткіштері атап кетсек. Және бұл салада жалпы архитектура, оның ішінде ғұрыптық архитектура салаларында Байтайнаев ағамыздың және де мына арнаулы бір архитектуралық ескерткішке арналған альбомдарымыз бар. Құлпытас мәселесіне қайта оралатын болсақ, бұл салада енді Мұратбек Шахатовтың «Құлпытастар сөйлейді» деген кітабы бар. Және де Рахым Бекназаров ағамыздың «Қазақтың дәстүрлі тас қашау өнері» деген еңбегі. Сонымен қатар Қаржаубай Сарқожаұлы ағамыздың «Тас кітаптың құпиясы», тағы сол сияқты кітаптар жеткілікті. Бұл кітаптармен жұмыс істеп, кеңінен танысқыңыз келсе, Ғылым Ордасы Республикалық мемлекеттік кәсіпорынның орталық ғылыми кітапханасына келуге шақырамын.